Облыстық кәсіпкерлер палатасы алғаш рет бизнес өкілдері алдында есепті кездесуін өткізді. Шара барысында палатаның 2 жылда атқарған ауқымды жұмысы, маңызды жобалары мен мақсат мүдделері турасында айтылды. Билік пен бизнес арасындағы терезесі тең диалогтық алаңға айналған кәсіпкерлер палатасы бизнес өкілдерінің құқығы мен мүддесін қорғауды мақсат етеді. 2 жыл ішінде палата негізгі 5 бағыт бойынша ауқымды жұмыстар жасады. Бір мақтанарлық жайттарымыз бар. Біз облыста 1 миллиард 50 миллион теңгеге облыстық кәсіпкерлердің қаражаттарын сақтап қалдық. Ол қалай сақтадық? Біз оны сот алдында қорғадық, налог жағынан, кеден жағынан қорғадық олардың құқықтарын. Бізден кез келген кәсіпкер келіп, бізден өзінен қиындатып, туындатып жүрген сұрақтарын жауап алады. Біз оларға сүйемелдеп, заң аясында көмек бере аламыз. Бүгінге дейін палатаға кәсіпкерлердің құқығын қорғау бағыты бойынша 257 арыз шағым түсіп, оның 74% оңтайлы шешімін тапқан. Прокуратура органдарымен бірлесе жұмыс жасау нәтижесінде 15 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Палатаның негізгі функцияларының бірі саналатын сот процесінде кәсіпкерлердің құқығы мен мүддесін қорғауда да біршама жұмыстар атқарылған. Бұл бағытта мамандар 30-дан аса сот отырысына қатысты. Нәтижесінде істің 80% кәсіпкерлер пайдасына шешілді. Мамандар өз ісін жаңадан бастаған азаматтарға кеңес беріп, бизнес мектептердің арнайы дәрістеріне қатыстырады. Бірқатар қызмет түрлерін көрсетеді. Палата қызметкерлерінен кеңес алып, өз ісін бастаған жас кәсіпкерлердің бірі Әлішер Бәкіров. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 13 миллион теңге несие алған ол, бүгінде өз ісін дөңгелетіп отыр. Осы уақытқа дейін біз отбасылық бизнеспен өзіміз саудада, магазинде жұмыс жасадық, бірақ ол жеке емес. Осы жылы ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірге жұмыс жасап, осындай 2 күндік бизнес курсты оқып, 13 миллион несие алып, біз жекешелендіріп, өзімізге дүкен сатып алдық. Енді шүкір жұмысымыз жүріп жатыр. Алғысым шексіз кәсіпкерлер палатасына. Ал шиелік Тамара Ақмағамбетова мүмкіндігінің шектеулі болуы өз ісіңді ашуға кедергі емес дейді. Бизнесін бастауға аурухана жастықтары түрткі болған кәсіпкер алдымен палатаның семинарларына қатысып сертификат алды. Содан соң Ресейден арнайы құрылғыға тапсырыс беріп, ауданда шағын көпшік тазалау цехын ашты. Аппарат өте жақсы, енді өте жақсы істелінген. Ішіндегі бүкіл микроорганизмдар өледі, жаңағы құс жастықтардың. Соңын тек таза ғана жаңағы нелер шығады. Дейді. Мен ғана жұмыс істеп жатқам жоқ, бір қыз алдым жаныма. Енді кәсіпкерлер палатасының маған көрсеткен көмегі енді көп. Мен оны айтып жеткізе алмаймын. Өз ісін ашып, бизнесін өркендетемін деген әрбір адамға елімізде жағдай жасалған. Тек нақты жоспар мен айқын мақсат болса болғаны. Қазіргідей қиын қыстау кезеңде мемлекеттің кәсіпкерлерге артар сенімі зор. Не істейміз, немен айналысамыз, қандай тауар шығарамыз, не өсіреміз, қандай мал ұстаймыз, одан қандай өнім аламыз, кімге сатамыз. Орысша айтқандай, вопросов больше, чем ответов. Қазір тек қана кәсіпкер, кәсіптің арқасында осы дағдарыстан шығамыз. Кеше бәріміз естідіңдер елбасының Қазақстан халқына жолдауы. Жолдаудың жартысы кәсіпкерлік туралы. Бүкіл қоғамның көзі жетті. Ел дамыса тек қана кәсіпкерлер арқасында дамайды. Жалпы 2 жыл ішінде кәсіпкерлер палатасы біршама тындырымды тірлік атқарды. Дегенмен алдағы уақытта жасалар жұмыстар бұдан да ауқымды болмақ. Себебі елбасының өзі сын сағаттарда кәсіпкерлерге үлкен жауапкершілік артылатынын айтты. Осы тұста отандық өнімнің көлемі мен қолданыс аясын арттыру керек. Отандық өнімдерді өзіміз тұтынып, сұранысқа сай ете білуіміз қажет. Қысқасы, мемлекет басшысының сөзімен айтқанда, өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек. Бізді сырттан келіп ешкім жарылқамайды. Гүлсім Нұрланқызы, Бауыржан Қожамұратов, Ержан Тәженов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.